Ассалаумағалейкум достар, қалайсыздар? Бұл Нұрмашұлы. Саяхатта жүрсекті достар, осы аптаның соңында болатын UFC Fight Night'қа тоқталмасқа болмайды. Неліктен десеңіздер, бұл аптаның соңында 170 фунт салмаққа дейінгі, яғни 77 кг салмаққа дейінгі топ 10-ға кіретін қос жауынгер бастаған UFC керемет Fight Night өтейін деп отыр. Басты main event достар, біз білетіндей Шавкат Рахмоновтың командаласы, яғни Америкада Kill Cliff залында командаласы Гилберт Бернс пен оның қарсыласы американдық Шон Брэди арасында өтетін керемет кездесу достар. Бұл кездесуде әрине барлығы бір ауыздан американдық Шон Брэдиді фаворит ретінде көріп отыр. And if Ian Gary gets through Luke, I want that. I'll maul your boy. Let's go. Өзіміз білетіндей Гилберт Бернстің соңғы екі кездесуінде бұл жауынгер өкінішке орай жеңіліп келе жатыр. Өзіміз білетіндей өткен жылы мамыр айында бұл жауынгер Белал Мухаммадқа, яғни қазіргі чемпионға төрешілердің шешімімен жеңілген болатын. Одан кейінгі кездесуінде осы жылы наурыз айында UFC 299 турнирінде біз білетіндей Джек Деля Мадаленаға нокаутпен жеңілген барлығымыз білеміз достар. Ал Шон Брэди дәл қазіргі сәтте өзінің соңғы кездесуін өткен жылы желтоқсан айында өткізген болатын. Яғни UFC Остиндағы Fight Night'та ол өзінің қарсыласы Келвин Гастоломды сабмишнмен жеңгенін білеміз достар. Ал оның алдында кездесуі достар біз білетіндей ол осы Белал Мухаммадқа техникалық нокаутпен жеңілген білеміз. Яғни бұл қос жауынгерде қазіргі чемпион Белал Мухаммадқа жеңілген. Бірақ та дегенмен де бұл жауынгерлердің чемпионға жеңілгеніне қарамаста бұл жауынгерлерді ешқандай да әлсіз деуге келмейді достар. Сондықтан да бұл UFC Fight Night'ты мүлдем жіберуге болмайды.